Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің бүгінгі сіздерге ұсынатын рецептім осындай ерекше самса, оңай жасалатын, жылдам дайындалатын самсаның рецептісі, және де қамырды жылдам дайын болатын осындай қатпарлы қамыр. Ішіндегі салмасы ерекше, етсіз, осындай жұмыртқамен ірімшік қосылған және де қызанақ қосқан самса. Егер де сізге қызық болып жатса, менімен бірге осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын, және де жасап көрсеңіздер, астына комментарийға қалдырып қойсаңыздар болады. Енді ең бірінші бізге ол үшін 250 грамм су мен 1 шай қасық тұзды араластырамыз. Тұзы ергенше. Тұзы ергеннен кейін үстіне ұн қосамыз. Онды жартылай қосып, араластырып, одан кейін тағы қалғанын қосып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз біздің тым жұмсақ емес, кішкене қаттылау болу керек, өйткені бізге оқтаулап май жаққанда ыңғайлы болады. Осылай бірінші шанышқымен араластырып, одан кейін ары қарай қолмен жақсылап тұрып қамырды илеп аламыз. 250 грамм суға үстіне мен 550 грамм ұн алдым, бірақ барлығы кеткен жоқ. Әркімнің ұндары әртүрлі болғандықтан осылай бөліп қосыңыздар. Менде 500 граммдай ұн кетті. Достар, міне осындай қып қамырды илеп аламыз да, үстіне салфамен жауып, 15 минутқа қоя тұрамыз. Міне осындай тығыздықта болу керек. Енді бетін жауып қоямыз. Достар, міне менің қамырым 15 минуттай тұрды. Енді осылай оны сеуіп, қамырды жаямыз. Қатты жұқа емес, қалыңдау қылып жаю керек. Самсаның оңай қамыр жасау түрі осындай, осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте жылдам дайын болатын қатпарлы қамыр. Достар, міне осындай қалыңдықта болу керек. Енді осының үстіне осындай бөлме температурасындағы сары майды жағамыз. Қалыңдау қылып жағамыз, өйткені біз оны осылай бір ретте ғана жағып, қатпарлы қамыр жасаймыз одан. Осындай әдіспен қалыңдау қылып жақсаңыздар болады. Майымыз қатты еріп кетпейтіндей, осындай бөлме температурасында болу керек. Жағуға ыңғайлы болатындай. Міне достар, осындай қамыр болды. Міне майын осылай жағып алдым. Енді осылай қамырды бір рет бүктейміз. Үстін кішкене оқтаумен осылай басып шығамыз. Ары қарай да осындай менің әдісіммен қазір көрсететін боламыз. Сізге қалай жасайтынын осылай бірнеше бүктеп, үстінен қолмен басып, қамырды біз қатпарлы қамыр жасау керек. Осылай үстінен басып, осындай әдіспен жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын, өйткені жасалуы өте оңай. Әр қамырды бөлек оқтаулап жайып, оның бірінің үстіне бірі жайып жатпайсыздар. Осылай қолмен оңай жасалатын түрі өте дәмді, әдемі болып шығады. Осы тағы да бірнеше рет осындай бірінің үстіне бірі қойып, қолмен басып шығып, қатпарлы қамыр жасаймыз. Достар, егер де менің каналымды көріп отырсаңыздар, егер тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге оңай жасалатын тағам түрлерін салып тұрамын. Қызықты болып жатса, осы видеоның астына комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Осындай әдіспен достар бірнеше рет басып, әбден басып болғаннан кейін салафанға біз холодильникке 1 сағаттай уақытқа қоя тұрамыз. Міне көріп отқаныңыздай, біздің қамырымыз қатпарлы болып, осындай жұқа қабыршықтанып, әдемі болып келе жатыр. Осындай әдіспен енді осылай жауып, міне соңғы рет жаптым. Енді осыны салафанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Кішкене қатқаннан кейін бізге қамырмен жұмыс істеу оңай болады. Осыны 1 сағаттан кейін, міне достар, 1 сағаттан кейін алып шықтым. Кішкене майы барлығы қатыңқыраған, әдемі болып, қазір кескенде, оқтаулағанда әдемі болады біздің қамырымыз. Енді осы қамырды пышақпен бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ішіндегі майы барлығы толығымен қатқан, әдемі болып шығады осындай тураған кезде, кескенде. Міне осындай қатпарлы қамыр шықты. Өте жылдам әдісі. Енді менде осындай қамырдан 9 бөлік шықты. 9 самсаны істейтін боламыз.
осылай бөліктерге бөлгеннен кейін осы шағын ғана домалатып қамырды дайындап қоямыз. Бізге домалақ қылып оқталау үшін ыңғайлы болады. Осындай әдіспен домалатып алыңыздар. Енді осы қамырларды жұқалау етіп біз жаямыз. Бұл қамырды етпен де істеуге келеді, самсаны. Бұл менің бүгінгі ерекше әдісім. Осындай жұмыртқамен, достар, енді осындай кесеге қамырларымызды осылай әдіспен қойып, үстіне салмасын, осындай ең бірінші жұмыртқасын жарып, барлығына құйып шығамыз. Енді үстіне қызанақ, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қызанақты көбірек қоссаңыздар да болады. Осындай әдіспен барлығына салып шығамыз. Егер де достар, мен осындай қатқан ірімшік, яғни сыр қостым. Егер де сыр қоссаңыздар, тұз салып керек емес. Егер де сырларыңыз болмаса, тек қана осы қызанақпен, жұмыртқамен, онда ішіне тұз салыңыздар, дәмін келтіру үшін. Өйткені менің ірімшігім тұзды болғандықтан мен салмадым бүгін. Ірімшікпен негізі дәмі ерекше шығады, дәмді болып шығады. Енді осылай барлығын, бүкіл самсаларымызды осындай әдіспен жасап шығамыз. Міне осындай әдемі домалақ самса шығады. Міне мен соңғысын жасап жатырмын. Осындай әдіспен әдемілеп, осындай дөңгелетіп отырып, жасап шығып, барлығын қызып тұрған духовкамызға пісіріп шығамыз. Енді бұл самсаларды пісірмес бұрын бетіне жұмыртқа жағып, егер үйлеріңізде болса, кунжут себіңіздер, болмаса, мен бүгін мак септім, өйткені кунжутым болмай қалды. Макпен де істесеңіздер болады, әдемілігі үшін. Осылай жағып шығамыз барлығына. Сеуіп. Міне достар, біздің самсаларымыз дайын болды. Осындай қызарған, әдемі болып шықты. Қатпарлы қамыр осындай үгітіліп тұратын әдемі қамыр болып шықты. Дайындалу өте оңай. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге ары қарайда ұнайтын, жеңіл тағамдардан жасалатын астарды, тағамдарды салып тұрамын. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да салмасын салуға болады. Етпен де, картоппен де қосуға болады. Осындай қамырмен тез жасалатын қамыр дайындап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Осындай қамыр үгітіліп тұратын дүкеннің қатпарлы қамырлардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Осындай әдіспен жасап көріңіздер. Достар, бүгінгі сіздерге осы жасаған менің самсам ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, менің каналымды қолдап жүруге ұмытпаңыздар. Және де менің осы каналымның ішіне кірсеңіздер, басқа да видеоларды көріп тамашалап отыруға болады. Каналымның ішінде көптеген видеолар бар, ауылдың өмірі жайлы, және де көптеген ыстық тамақтар мен тәттілердің рецептілері бар. Соларды көріп отырсаңыздар болады. Ал бүгінгі сіздерге ұсынған видеом осы. Өте оңай жасалатын самсаның ерекше әдісі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте жеңіл тағам. Балаларыңызға да ұнайды деген ойдамын. Егер де жасап көріп жатсаңыздар, ұнап жатса, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымды қолдап жүрсеңіздер, өте қуанышты боламын. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.